Баршаңызға сәлем достар, сіздермен болған Жолзайтока World. Достар, бұл бізде 3-ші бөлім қиын тағдырдың. Осы сериал сіздерге қаттырақ қызықты болып жатыр екен, қатты ұнаған екен. Мен сіздерге тырысып көптеген сериалдар, видеолар түсіретін боламын. Ал сіздер менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, және де колокольчикті басып кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет, актив енді көп болып жатыр. Мен сіздерге көп алғысымды білдіремін. Менің еңбегімді бағалап жатсыздар дегендей. Ал ендеше бастаймыз, кеттік. Таңғы асты дайындадым. Енді қазір ағам мен сіңілім өздері келіп қалар. Осы жерде күтіп отыра берейін. Қандай күшті иіс. Мыналарды сен дайындадың ба? Я, әрине мен дайындадым. Қарнымыз тоятын болды ғой. Иә. Аға, қалай ұйықтадыңыз? Ой, жақсы ұйықтадық қой. София қайда? София ма? Ол қазір келеді, төсегін жинап атқан. Ой, төсегін жинамақ қоймады ма? Өзім жинайтын едім ғой. Ой, жинаса жинай берсін, енді үйренеді ғой. Иә. Ля. Қарным ашып кетті ой менің. Вау, клубника. Кел, мына жерге отыра ғой. Клубника берем бе? Міне, ала ғой. Әпке, мынаның бәрін сен дайындадың ба? Әрине мен дайындадым. Қарның ашты ма? Иә, қарным қатты ашып кетті ғой. Ал ас болсын, тамағымызды ішіп алып, және де қарындастарым, бүгін продукт аламыз, және де өзімізге түрлі киімдер аламыз дегендей қыдыратын боламыз ғой енді. Жарайды онда. Ура, бүгін өте сәтті күн болайын деп тұр ғой. Иә, кәнеки, ас болсын, тамақтарыңды жеп отырыңдар. Кәне, клубниканы жеп көрейік. Дәмдісін-ай. Мен де жеп көрейінші. Мінеки жей ғой. Міне. Вау, дәмді ғой. Қанеки, мен де көрейін. Я, шынымен де дәмді екен. Міне сүт жесін бе? Міне сүт жа ғой. Жұмыртқа пісірдіңіз бе? Я, жұмыртқа пісірдім ғой. Міне, жей ғой. Ас болсын, жаным сол. Сендер кімсіңдер? Біз ғой, аға, бізді танымай қалдыңыз ба? Соғыс аға. Ой, ойнап айтамын, сендерді танымай қалдым ғой. Өте ерекше болып кетсіңдер. Сұлу болып кеттіңдер ғой екеуінде. Ту, аға, ұялтпаңызшы. Я, София дұрыс айтады, ұялып кеттік қой. Енді мен де сендерді мақтайын да. Сізде красавчик болып кетіпсіз. Яғни кеттік. Көп сөзді қойық та, тезірек үйден шығайық. Әйтпесе кеш болып кетеді. Ақшаны алдым, ендеше жүріңдер. Я, кеттік. Саламатсыздар ма? Сіздерге көмегім керек бе? Жоқ, біз өзіміз таңдап аламыз. Я, біз өзіміз таңдап аламыз. Жарайды. Менің көмегім керек болып жатсан, мені шақырыңыздар, жарай ма? Жарайды. Ендеше жүріңдер. Бау, қандай ерекше киімдер. Маған қатты ұнады. Әсіресе мына киім, мінеки, осыны киіп көремін, жасыл түсті. Және де мынау не, маған ұнамады бұл көйлек. Бұл костюм сияқты ғой, көйлек емес. Және де мынау маған ұнады. Қызыл көйлек вообще күшті екен. Осы 3 киімді киіп көремін. Ендеше кеттім. Мінеки ақшасы, міне. Мінеки, алыңыз. Сау болыңыздар, кеп тұрыңыздар.
Жарайды, келіп тұрамыз. Жүр кеттік. Қарындасым, мен саған телефон алып беремін. Шын ба? Неге әуре болдыңыз? Сіз өзіңізге телефон алсаңызшы. Жоқ, керісінше мен саған алып беремін. Жоқ, маған керек емес. Керісінше сізге керек. Сіз ала беріңіз. Мен ренжімеймін ғой. Жоқ, ақылынан сол. Сен аласың. Мінекей, мына қара түсті алып берейін. Жоқ, оданша азық-түлік алайық. Ақшамыз жетеді, және де сендер де еңбектерің бар ғой. Жарайды, алып берсеңіз, алып беріңіз. Сізге көп рахмет, аға. Оқасы жоқ. Ендеше барып продукт алайық, жүріңдер. Барлығын есептегенде қанша шықты? Барлығы 21.500 теңге шықты. Мінекей, мына жерде 21.500 теңге. Аха, сау болыңыз, рахмет. Келіп тұрыңыз. Сау болыңыз. Неше жүріңдер үйге. Аға, сізге көп рахмет. Бүгінгі күн маған қатты ұнады. Ерекше күн болды ғой сіздің арқаңызда. Иә, дұрыс айтады әпше. Сізге көп рахмет. Маған қуыршақ алып бердіңіз, киім алып бердіңіз. Сізге көп рахмет. Сізге қалай алғыс айтатынымды білмей тұрмын. Қарындастарым, енді мен сендерді бағуым керек, қағуым керек дегенде, ата-анам сендерді туды дегенде, маған тастап кетті дегенде, сендер енді мен сияқты ақылды болып өсіп жатсыңдар. Мен сендерді қаттырақ жақсы көрем. Осындай ақылды қарындастарым болғанына қатты қуанамын. София, сен де рахмет айтқаның маған ол үлкен болып келеді. Ол маған сыйлық болып келеді. Әсіресе адамның көңіл күйі көтеріліп қалады, рахмет айтсам. Иә, аға, мен сіздің барлық ақыл айтқаныңызды түсіндім. Енді мен сіз сияқты ақылды боламын.